Қалайсыздар, ютубер достарым, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін біз сіздермен қарапайым зебра пирогын дайындайтын боламыз. Ең оңай пирогтардың бірі болып саналады. Мен бұл кезде 5-тің шайне дайындаған болатынмын. Және сіздерге де пайдам тиіп кетсін деп рецебін ұсынып отырмын. Ең алдымен бізге керегі 2 дана жұмыртқа. Ең алдымен ашыған немесе таза айранды алып, оған ас содасын салып дайындап қойсаңыздар болады. Менде кішкене ашыңқыраған айран дайындап қойдым алдын ала. Сосын жаңағы жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып, қанты кішкене ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң үстінен айранымызды салып, осылай қозғап біркелкі масса жасап алатын боламыз. Содан соң майымызды құйып алатын боламыз. Мен барлық құрамдарын төменде описание бөлімінде жазып кететін боламын. Содан соң електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнды сосын 2 бөлікке бөліп жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде миксер болса, миксермен араластырып алсаңыздар болады, бірақ венчиктің көмегімен де түйіршіктер қалмай біркелкі масса болып шығады. Осылай бірінші ақ, содан соң қоңыр түсін жасап алатын боламыз. Яғни ол кезде бізге керегі какао болады. Менің рахаттың какаосын қолданатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай 1 ас қасық какао қосып жақсылап араластырып аламыз. Массаны теңдей 2-ге бөліп аламыз. Осы қоңыр түс маған қатты ұнайды, өйткені бұл шоколадный түс болғандықтан. Мен көп қыз-келіншектерді осы пирогты біледі деп ойлаймын. Егер білмесеңіздер, сіздерге пайдасы тиер деп сенемін. Жасап көріңіздер. Мен ең алдымен осылай ақ массаны, содан соң қоңыр массаны араластырып, бірінен соң бірін салып дайындап алдым. Естеріңізден шықпасын, ең бірінші жаңағы біз салатын форманы майлап алуымыз керек. Егер сіздер пергамент қағазын төсейтін болсаңыздар, майлаудың ешқандай қажеті жоқ. Осылай бірінен соң бірін салып отырып дайындап алатын боламыз. Маған ең қатты ұнайтын пирогтардың бірі болып табылады. Маған тіркеліп қолдап кетіңіздер. Және де менің не дайындағанымды, менің каналымнан не көргілеріңіз келеді, соны төменде пікір бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Маған тіркеліп қолдап кетіңіздер. Және де лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен әрдайым бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге ас болсын. Содан соң дайын болған массаны осылай таяқша шпажканың көмегімен безендіріп алуға болады, немесе жай ғана өзін пісіре беруге де болады. Бірақ дәмі де түрі де ең керемет болу үшін осылай салып алсаңыздар керемет шығады. Жасап көріңіздер. Мен сәндік ретінде бетіне мейіз септім. Егер сіздерге ұнамайтын болса, себудің қажеті жоқ. Немесе ортасына салып араластырып берсеңіздер де болады.